Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 5 ақпан күні жаңалықтарға шолуды бастаймыз. Бірінші жаңалық: банктер халыққа қандай айла қолданғаны мәлім болды. Бұл рассрочка туралы айтылған, яғни адамдар рассрочка алған кезде кредиттің проценті осы рассрочканың ішіне салынады деп айтылған. Яғни 500 мыңның тауарын сізге рассрочка бөлгенменде 550 мыңға сатады. Сондықтан товарды наличкаға алыңыз, и наличка кезінде скидка сұраңыз. Скидка бермесе, онда рассрочка ала беріңіз, себебі уже процент қосылып тұр, оны наличка алғаннан пайда жоқ болады сізге. Екінші жаңалық: Қазақстан алюминий дөңгелек дискілерін өндіруді қолға алмақ. Бұл жақсы жаңалық, яғни производство, жаңа жұмыс орындары и экспорт болашақта болуы мүмкін. Президент Әзірбайжан мен Арменияның бейбіт келісімі тарихтың бетбұрыс кезеңі саналады деп айтқан. Қазір Дубайда Әзірбайжан мен Арменияның президентіне награда берген. Адамзат бауырластығы деген. Яғни премьер-министрі мен президентіне, Әзірбайжанның президентіне және Арменияның премьер-министріне адамзат бауырластығы деген сыйлық берген. И осы сыйлық алуымен біздің президент құттықтады осымен екі мемлекетті. Биыл Ислам даму банкінің қолдауымен елдің оңтүстігінде 103 канал цифрландырылады. Примерно ақша ұрлайды шығар осы жерден адамдар. Денсаулық сақтау министрлігі қызылшаның өршуіне байланысты мәлімдеме жасады. Қазір күн салқын, қызылша өршіп жатыр. Сондықтан балаларыңызға маска киіп жіберіңіз, егер садикке баратын болса. И басқа балалармен қарым-қатынасты азайтыңыз деген, жұғып кетпеу үшін. И қызылшаға қарсы екпе алмаса, екпе алғаны жақсы, егер уақыты келсе. Президент бас прокурордың орынбасарын тағайындады. Жаңа бас прокурордың орынбасары бізде Ерлан Рахымжанұлы Өтегенов тағайындалды. 1997 жылдан бері прокуратура органдарында жұмыс істеп келеді, яғни опыты мол. Алматы облысында халықаралық іздеуде жүрген Тәжікстан азаматы ұсталды. Жақсы. Блогер Жамбыловтарға қатысты тергеу аяқталып, олар үй қамаққа алынды, яғни оларды түрмеге отырғызған жоқ, үйлерінде ұстап отыр. Былтыр Доңға кен орнында 677,3 мың тонна мұнай өндірілді. 677,3 мың тонна мұнай өндірілген екен. Түркістан құны 42 миллиард теңге болатын өнеркәсіп жылыжай кешені іске қосылады. Жылыжай деген бізде теплица, бұл да жақсы жаңалық, яғни жаңа жұмыс орындары, и ол теплицаның өнімдері экспортқа шығарылады, Қазақстанға ақша келеді. Еуропалық одақ елдері Украинаға 90 миллиард евро несие береді. Бұл Россия үшін жаман жаңалық, себебі 90 миллиардқа Украина өзіне қорғанысқа керек қажетті нәрселерін алатын шығар. Астана Павлодар көлік жолында жылдамдық 110 км/сағатқа дейін төмендетілді. Бұл пайдалы жаңалық, егер осы жолдармен жүрсеңіз, сақ болыңыздар, штрафқа түсіп қалмаңыз. Түркия Газаның солтүстігіне орта мектеп салып береді. Қазір Газаға мектеп емес, тамақ керек сияқты. Көптеген жаңалықтар Газада ашаршылық болып жатыр деп көрсетіп жатыр. Маңғыстаудан Византия дәуіріне тиесілі тиындар табылды. Жаңа генерация мен инвестициялар еліміздің энергетика жүйесіне өзгерістер әкелуде. Ұлттық ұлан әскери қызметшілері 15-ші қысқы Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайды. Дәрігерлер Нипах вирусының алдын алу бойынша үндеу жасады. Қазір қазақстандықтарға Үндістанға 30 күндік визасы режим енгізген болатын. Сондықтан кейбір адамдар Үндістанға баруды пландастырған шығар, бірақ бармағаныңыз жөн.
Сонымен қоса, ең басты ережелер бізде жарғанат пен шошқадан және басқа да жануарлардан аулақ болу, жеке гигиена ережелерін сақтау, қолды сабындап жиі жуу немесе антисептик қолдану, тек қауіпсіз ауыз суды пайдалану, шикі құрма шырын ішпеу, жануарлар ластауы мүмкін өнімдерді тұтынбау. Жеміс пен көкөністерді тұтынар алдында мұқият жуу және тазалау керек дейді. Получается, сіз мына құрмадан немесе басқа да Индиядан келген өнімнен ауруды жұғып алу мүмкінсіз. Сондықтан дұрыстап жуыңыз, содамен жуыңыз, тұзбен жуып алыңыз. Коронавирус сияқты өршіп кетуі мүмкін бұл ауруда. Өте қауіпті ауру, ешқандай дәрі жоқ нипаққа қарсы, лекарство жоқ. Трамп өз қауіпсіздігіне алаңдайтынын жасырмайды. Так, мен бұл туралы алаңдаймын, алайда оны ойымнан шығарып тастауым керек, себебі бұл жұмысымды атқаруға кедергі болады деп айтқан ақш президенті. Алдында покушение болған, сондықтан міндетті түрде енді қорқады адам өз өмірі үшін. Криштиану Роналду өзі доп тебетін Аль-Наср басшылығына наразылық білдірді. Не үшін екен? Негізгі себеп клубты басқаратын қоғамдық инвестициялық қордың PIF деп аталады, трансферлік саясатына Криштиану Роналдудың наразылығы. Португалик жұлдыз PIF стратегиясы Аль-Насрға емес, басты бәсекелес Аль-Хилалға көбірек басымдық беріп отыр деп есептейді. Әсіресе Кәрім Бензиманың Аль-Хилалға ауысуы мүмкін деген ақпарат Криштиану Роналдудың көңілін одан әрі түсірген. Получается, Бензимадан қорқып отыр Роналду. Алматы «Повара на колесах» гастрономикалық шоуында көрсетіледі. Былтыр қазақстандықтар 2,7 миллиард теңгеден астам сақтандыру төлемдерін алды. Бұл көбінесе авариялардан келген, көлік авариялардан келген ақшалы шығар. Қазақстандық делегация World Government Summit 2026 саммитінде жаңа жүйе жобаларын таныстырды. Өскеменде көп қабатты тұрғын үйден өрт шықты. Ұлттық банкаралық мобильді төлемдер жүйесіне қағидаларын бекітпек. Ресейде қазақстандық нөмірлі көлік апатқа ұшырап, 2 адам қаза тапты. Артық қайырлы болсын. Көлік нөміріне тапсырыс бергенде қандай әріптерді таңдауға болмайтыны анықталды. Мына жерде көре аласыз ол әріптерді. Бұл көбінесе жаман сөздер негізі. Оларды оқып отырмайын. Қазақстанда қаңтарда іскерлік белсенділік жақсарды. Маңғыстауда бір бөлігі құлаған мектептің қашан жөнделетіні белгілі болды. Получается, акті залдың полный крышасы түсіп кеткен. Бұл желден болған. Қаржылыққа баратындар үшін қаржы гайд қосымшасы іске қосылды. Егер қаржылыққа барайын деп отырсаңыз, осы қосымшаны жүктеп алыңыз, ішінде пайдалы ақпараттар бар. Оқушылар ақпан айында 7 күн демалады. Бұл бірінші сынып оқушыларына қатысты. 9 ақпаннан бастап 15 ақпанға дейін демалады екен бірінші сынып оқушылары. Ақпан мен Иран келіссөздер үшін Түркияны таңдамады, себебі ақш Түркияны қатты жақсы көрмейді, Түркия ақшты тоже қатты жақсы көрмейді. Таксилетіп табыс тауып әлеуметтен жалтарып жүргендерге тықыр таянды. Жамбыл облысында 274,9 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Түркістан облысында алтынды заңсыз өндірген 12 адам жауапқа тартылды. Алтын Емел паркінде қызыл кітапқа енген аңдарға санақ жүргізілді. Жетісу облысында жер сілкінісі болды. ақш құрамасы қысқы олимпиадада 233 спортшымен өнер көрсетпек. Солтүстік Қазақстанда оқушы мектеп дәретханасында сірке суын ішіп қойған екен. Енді қазақстандықтар әдемі нөмірлерді үйден шықпай-ақ таңдай алады. Яғни сіздер автокөлік нөмірін сон мобильді қосымшасы арқылы заказ бере аласыз екен.
Бұл өте жақсы жаңалық, себебі сонда очередь өте көп болып кетеді. Шығыс Қазақстанда жоғалған кейуананы полицейлер іздеп тапты. Жақсы. Қазақстан елшісі Нидерланды короліне сенім грамоталарын тапсырды. Биыл Алматыда 1000-нан аса жәрмеңке өткізіледі. Бұл тоже жақсы жаңалық. Қазір тағам бағасы өте қымбат, ал жәрмеңкеде кішкене болса да арзан болады бағалар. Қызылордалық тарихшы Олжас Сүлейменовті Нобель сыйлығына ұсынды. Жақсы. Жағдай өте ауыр. Сірке суын ішкен 16 жастағы оқушы Петропавлға санавиация бортымен жеткізілді. Боксам елет 2026 қазақстандық боксшы жекпе-жексіз жартылай финалға шықты делінген. Мана осы жаңалықты оқыдым. Қарсыласы просто келмей қалған матчқа. Сондықтан автомат түрде ұтып кеткен біздің боксшы. Қазақстанда ет бағасын қымбаттау себебі айтылды. Бұл Өзбекстанның кесірі деп айтылған, яғни Өзбекстанда ет сұранысы көбейген, сондықтан олар Қазақстаннан ет алып бастаған. Бұл Қазақстандағы нарықта дефицит тудырып, бағаның да өсуіне әкеліп соққан. Не үшін Өзбекстанға ет сатып жатыр, өзімізде ет аз кезінде? Оны сол түсініксіз. Шымкентте 31 жастағы әйел үштен босанып, 7 баланың анасы атанды. Құтты болсын. Балалардың дені сау болсын. Қостанайда алимент төлеуден қашқан ер адам сот орындаушының бетін тілген екен. Ауғанстаннан келген шетелдік азамат қандас бағдарламасымен заңсыз пәтер алған. Яғни ол өзін қазақ деген, бірақ ол қазақ емес. Қазақ деген өтірік документпен 20 миллион теңге государстводан алған. Қазір ол соттасып жатыр. Трампқа қастандық жасамақ болған ер адам өмір бойына сотталып кетті. Өз кінәсін мойындаған жоқ дейді. АК-47 автоматтың керамикалық пластина бар 2 рюкзак пен камера табылғанын мәлімдеді. 2025 жылдың қыркүйек айында сот Рутты айыптаудың 5 бабы бойынша кінәлі деп таныған. Енді президентке қастандық үшін, бұл өмірлік жаза. Қазақстанда да сондай заң бар екенін білемін. Жақсы, осымен біздің жаңалықтар бітті. Жаңалықтар шолу ұнаса лайк басып кетіңіз. Каналға подписаться етіп кетіңіз. Ертең тағы да жаңалықтар шығады. Күн сайын күндізгі жаңалықтар шығып тұрады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.